жұртшылық Реал Мадрид пен Қайраттың ойынына билет таппай сандалып жүргенде, белгілі әншілердің пысық балалары әкесінің құнына билет сатып, елдің көзіне түсті. Мәселен, Нұрлан Еспановтың ұлы Олжас Еспанов билеттерді 500-600 мың теңгеге саудаға шығарған. Ол билет бар ғой, мен баламда жоқ қой, жолдас балалар салып берші деп айтқан ғой, инста парақшаңа. Мысалы, сіздерге бір сұрақ қойыншы, 2 билет сатып алдыңыздар да сіздер. Белгілі бір себептермен барамай қалдыңыздар Қайраттың ойынына. Оны сіздер не істейсіздер? Өздеріңіз білесіздер ғой. Алып қоясыздар ма үйге, біреуге бере саласыздар ма, үстінен қосып сатасыздар ма? Бұл енді жемқорлық емес, менің ойым. Реал Мадрид бір-ақ рет келіп жатыр ғой, міне Алматыға бірінші рет келіп жатыр, бір Реал Мадрид бәрінің көргісі келеді ғой. Ойба, айди бермеңіздерші, менің балам жемқор деп жазып қойыпсыздар ғой. Жемқор болғанда қаяқтан ұрлап жатыр екен менің балам? Билетін өткізгісі келетін елдің бәрі неге Еспановтың баласын іздегені түсініксіз. Ал мына жігіт кімнен екені белгісіз, бірақ 1 миллион теңгенің билетін алу үшін астындағы көлігін берген. Билет аламадық, біз келдік, үлгермедік, ешқандай сайт жабық бәрі. Үй сөйтеміз да, біз келеміз да, билет іздейміз. Мына билет миллион теңге дейді. Миллион теңге дейді. Мен тұрам, мен машинамды ала сал, билетке алмастайды. Не машина? BMW сөйтер. Соны алмастырдым. Стоит деп ойлайсыз? Негізі ішіма ашып тұр.